Бұл келин сізге Алла Таалам берген белек. Қандай белек? Елесет көр, төреген жоқсың, көтерген жоқсың, чоңойтқан жоқсың, ха дегенде қызматшы алдыңа келіп қалды. Туралы Құдай берді да. Құдай берді. Ем ошоның қызматына разы болып, машалла деп мақтап өле, алда өле іштете бермей бе? Мына менің келінімдей келін жоқ деп өле. Қылбай қойса, бір нәрсе деп айта албайсың. Ештеңе дей албайсың. Шариат бойынша. Бұл өзінің апасы бар, өзінің апасына анчалық қызмат қылбайды, сізге қызмат қылғандай. Шариат бойынша өзінің апасына қызмат қылыш керек. Кейбір келіндерді білем, машалла. Өзінің апасына қызмат қылбағандай қайненесіне қызмат қылады. Ошоға да разы болбаған қайнене тоба қылды ме, Құдайдан қорқыш керек. Ошон үчүн Алла Таала берген белекти машалла деп эле мактап эле қызмат кылып аткан болсо, бойуна фарыз эмес эле дагы эле кылып атат. Рахмат келиним деп эле кой, болду. Болосо ушунчалык кызматты жакшы көрсөң, анда кызың чакырып ал. Балдарың чакырып ал, ошолор да айтты ошолор.